Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді көкнәр пирогын дайындайтын боламыз. Яғни балғын жеміс жидек таңқурай қосылып жасалған. Көкнәр дегеніміз яғни ол мак, ал таңқурай малина. Ең алдымен көкнәрімізді алып, үстіне қайнатылған су қосып қоямыз. Араластырып, шетке дайындап қоямыз. Яғни біраз бұқтырылып тұруы керек. Енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызға бір жұмыртқаға қант салып, жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майымызды шетінен қосып, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызға бөлек бір шай қасық разрыхлитель қосып, араластырып алып, үстіне салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай болуы керек. Енді осы қамырымызды бірден формамызға салып, тегістеп, жайып аламыз. Холодильникке салып қоямыз. Енді ішіндегі крем дайындаймыз, салмасын. Яғни бізге ол үшін сүзбе қажет, жұмыртқа, магымызды қосамыз. Және де 3 шай қасық жүгері крахмалын қосамыз. Бәрін жақсылап блендермен араластырып аламыз. Міне дәл осындай масса болады. Енді осы дайын массамызды қамырымыздың үстіне тегістеп жайып шығып, 180 градустағы пешке 30 минутқа салып аламыз. Енді крем дайындаймыз бетіне. Ол үшін бізге 20% қаймақ қажет. Оған қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. 30 минуттан кейін духовкадан пирогымызды алып, үстіне кремімізді құйып, тағы да 15 минутке духовкаға салып аламыз. Міне духовкадан алғаннан кейін біраз суытып, тоңазытқышқа салып аламыз. Үстін жеміс жидекпен әсемдейміз. Мен таңқурайды осылай әдемілеп тізіп шықтым. Жасалуы өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. Дәмі ерекше, міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды. Сондықтан ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет. Тағы да басқа өте дәмді пирогтарды менің арнамнан көрсеңіздер болады.